Мен алдында бастарымды бастап алдым да соңынан аяқтамай кеткенмін. Не себепті десеңіздер, қазір толық айтып бір точкасын қойып кеткім келіп отыр. Айырылысып кеттік, болды, қайтып келмес. Ешкімді кешіре де алмайды, уже бұдан кейін беті ашылды деген сияқты. Кінә кімнен, қай тараптан екенін негізі бір тараптан болмайды, екі жақтан да болады. Бірақ маған ауыр тиген нәрсе бар тоже. Бірақ мен соған көз жұма өмір сүріп келдім. Бірақ ақыры түсіндім тоже, что мен ол нәрсеге көз жұма алмайды екенмін. Кәрі ұйқы алдында сол нәрсені ойлап, іштей жеп өмір сүріп қиын екен негізі өткен. Өте қиын екен. Нақты не үшін айырылыстық ағайын? Ол жайлы мен қазір сіздерге толығымен айтқым келмейді. Неге десеңіздер, мен оны айтатын болсам, халыққа жариялайтын болсам, өзім айтқан